Assalamualaikum beyler qamsın bilen birge Nafınslar бүгүнкү роликте эмес Түркияны бытвашты 3-нөл версиясын көрсөтүп болған так что арна Түркия батырабыз келди және де так что давайте осы комментарийге барынша спам жасап кетейік жеңіздер мен көп созбайын деп видеоға кетейін. Let's go. Вот пацаны, короче, міне 3-0 версиясына келіп жеттік және де менде қазір пинг өте мықты күшті болды. Тория пингелер деген окей, короче, айтпай қояйық. Короче, балалар, мен осындай лоббида енді көп затты өзгертті, мына жерді өзгертті. Сосын мына жерге джунгли сияқты бірдеңке қосты. Сосын мынандай паркур жасады, потом новый эффект сияқтылар қосты. Байде неме болады деген ойдамын мен, яғни киттер болады деген ойдамын. Және де балалар, бұл 1.5-те мен, яғни 1.5-тің ең минусы, яғни бұл жерде әлі ұшалмайсың ба, ұшаласын білмеймін. Бірақ ұшалатынды білмеймін, істемепті ма. Өйткені достарым да кіре алмай қойды 1.5 ойнаған. Сол себепті білмеймін балда не болғанын. Мен ұшалмаймын, топы ұшалмаймын. Тек қана ана же паркурдан өтіп, сол кезде ғана ұша аламын. Және тағы не айтса болады, бұл жерде және дейді скин торговцы деген бар, яғни бұл жерде мен кеше, яғни өзім көргенде мен де құсты алмай қойдым. Ойладым, құсты алып тастаған шығар деп, оказывается құсты алып тастамаған екен. Яғни просто 1.5-те құс жоқ екен. Сосын мен өзіме енді крипер қоя салдым. Сіздер мысалы зомби житель қоя аласыздар, скелетке қоя аласыздар. Өздеріңіздің немеңізге қарай қоя аласыздар. Және мына жерде ешқандай топтың әлі жасаған жоқ. Пока что осы жерде бұрын біраздан соң осы жерде тұратын боламыз. Так что давайте. Окей. Және тағы да не айтса болады. Және де бұл режимдарды айта кететін болсақ, бұл режимдарға новый режим қосқан болатын, кюк деген қосқан. Кюкті біз біраздан ойлайтын боламыз, яғни ол сағатты, яғни кроватьқа сағатты дополнительный кроваттың сағатты қалмау үшін соны қосады. Апгрейдс деген ол кәдімгідей хайпикселдік сияқты. Материалс деген материал режим кәдімгідей, кәдімгі материал режим. Ал классик деген ол қайсы болады? Классик деген кәдімгі классик. Хард деген бұл кәдімгідей өте қиын бір режимнің бірі. Кайф қой. Қараңдар. Ұшаламыз. Ұшып қойызың ғой. Окей, пацаны. Және тағы да не бар мұнда? Мына жерде яғни скрипт игроков деген бар. Және де мына жерде настройка деген бар. Настройка деген сіздерге өздеріңіздің музыкальный, яғни ойында, яғни қазір бір разработкада сол жерде сіздер яғни музыка бар, сол музыканы таңдайсыздар, потом ол мына жерде яғни вечно қосып қоятын ғой қоясыз. Және пинг мысалы мен бассам, менде пинг деген мына жерде яғни осы жерде, короче, осы жерде неме менде пинг көрініп тұрған жоқ. Енді қызылдық бассам, менде мына жерде әрине көрініп тұр. Және де вот. Және паркурда өте мықты, бірақ андай бір кішкене скучновато ма? Нормально, мен үшін нормально, скучно болады сияқты, бірақ маған паркур, мен паркурды күткен болдым, өйткені мен көбінесе кваларда мен шымсып кетіп, алар тасалап, сосын мен шығып АВП или басқа сілерді ойнағым келмейді, сосын мен осы жерде паркурда өте тұрамын. Вот және бұл бүйтіп және де бүйтіп ұшуға да болады, бірақ мен білмеймін балдар, мен өзім немеде ұша алмай қойдым. Кәдімгі бір орында тұрып мен дефидің видеосын көрген болдым, яғни бүйтсең ұшып кететін болатын ғой, сондай болады деп ойлағанмын. Барлығын айтса өте топовый неме, яғни және де бұл көктем немеге жасаған, көктем жаз мезгіліне қарай жасаған. Ойыма қатсеңіз балдар, шығамыз енді. Мына жақпен шығатын боламыз, короче. Пацан, және де мен сіздерге қайтысы болды, сіздерге бірінке айтайын деген, яғни менің өзімнің менде негізде видео шығу керек болатын, яғни мен бан алдым деген осы Greenfish серверінің өзінің серверінде, яғни бұл бета-тест версиясында емес, кәдімгі 2.0 версияда мен бан алып қалған болатын 4 күнге, әрине ол 4 күн енді неме емес, конечно. Вот, сосын және де мен енді соны осы ойладым басына мынаған да бан берді, мынаған да кірмейді бан деп тұрып, бірақ кіріп кетті. Мен өте қатты қуандым, және де бұл жерде скиллді енді көруге тырыстым. Және мына жерде стата басқанда екен, яғни мысалы пинг бар, ваш игровой баланс 400, мен пайды бірақ қайтып ойнаған болдым. Ваш рубина деп тұр, рубина екенде білмеймін. Рубина деген типа сенің левелің сияқты бір бәле болуы мүмкін.
Победа деген победа ол победа игра сыграна 2 рет мен 2 рет ойнаппын да 2 рет ойнаған екенмін. Сосын винтер 50 я уничтожен кровать 1. О, такой стата деп. Окей, пацан, давайте қандай жүйені ойнап көретін боламыз. Мен андай версияларды ойнағым келеді. Мысалы кюбті ойнағым келеді, апгрейдс деген немелер ойнағым келеді, бірақ что-то кірмейді. Давайте балдар чатқа жазайық. Күйт дейма. Вот я рекордик. Өзге төрт ойнаймыз. Ана қандай бар? Да, осы карта ойнайық, новый карта. Вот так. Кренчер. Карта ойнайық па? Қызы балдар карта ойнайық. Жа балдар карта ойнай берейік кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Білмеймін, балдар неге сразу кірмейді екен, білмеймін мен не үшін. Мысалы қараңыздар. Балда, мен түсіндім. Мысалы қараңыздар. Мысалға адам тұратын да, мысалы адам бір мына жерге тұрып алса, мешать етсе, ұшып жібереді. Соны молодцы, по идее. Бас істейді екен жасаған адамның әрине. Вот, мысалы КВ-ларды бүйтіп адамдар тұрып алады, бұл әрине мешать етеді. Вот, но немен үш тұрады, потом сосын тұмау үшін мешать етпеу үшін сөйтіп жасап қойды. Бұл логично. Короче, балдар келесі неменің мен каткаға барғанда айтатын боламын. Let's go. Пацаны, короче, мен ойынға кірдім, және сіздерге мына жерде не бар айтып кетейін, және бұл жерде әрине пинг деген зат қосты. Мен жерде пинг деп жазылып тұр, астыларын қарасаңыздар. Және бұл жерде кішкене дизайн өзгеріпті, және чаттар бірге деп жазсақ, әрине бұл мына жерде қасында новый значок па біреңке шығарып қойған, білмеймін, бұрыннан бар ма әлде. Вот, және командалар таңдай аласыздар, мындай мен мысалға жасыл болғым келеді. Или басқандай команда. Да қызылда болса. Вот, және де келесі мына жерде яғни мынандай бар, музыка қосатын, бірақ ол қазір разработкада. Поэтому мен сіздерге көрсете алмаймын, ренжімеңіздер. Еба, 9000 пик көрдіңіздер ма? Короче, мен басқа екінші телефонға кіріп тұрғаннан кейін қатады. Окей, пацан, давайте енді бірінші қатыға келіп жеттік, және де мен кюбқа кірдім ба не? Да, ну нафиг. Mortal Kombat сияқты кайфика мына жерде. Mortal Kombat сияқты Shadow осы. Қатты ұнады. Балдар, новый карта, новый неме. Бізде менің уақытым, менде 4 победа. Ёшки, матрешки, не лукет талды. Короче, балдар, давайте кет. Лоббиға шығаш мына жерде. Адам жоқ, давайте қоштаса берейік. Әлі адам бар ма? Пойди көрейік. Балдар, мен новый лоббиді айта кететін болсақ, бұл новый лобби. Өте топовый лобби, маған өте қаптайтын мына лобби. Бұл лобби пойди негізінде основной лобби емес деп естігем. Или основной лобби ма. Короче, мына жерде карта таңдаушы ғана. Вот, карта таңдаушы ғана сол лоббиді жасаған. Это пойди тупизм ғой. Алтыдан дайсы балдар, ойнап кетейік соңғы катқа. И все, бастаймыз. Пацаны, короче, мен екінші катқа өлжеттім, және бұл слишком не болып отыр да. Балдар бізге меч берді, мен және де мынандай кожаный куртка крашеный әрине боялған дейді ол. Вот осындай заттар беріп жатыр, және де балдар менде пинг болып жатыр, және де ренжімеңіздер неге мен осындай кеді. Или может кремда сөйтіп лагать етіп жатыр ма, бірақ мен білмеймін. Пинг өте көп болып жатыр. Что-то балдарымыздың тиммейттарымыз вообще көрінбейді, неге екенін білмеймін. Вот, мында бір сервер өтеді екен, тағы бір сервер болса кайф болады. Мында, короче, затты әртүрлі неме бар екен, мысалы мынаны алғым келеді менің. Потом үшеу керек. 5 аласақ, лучше 5. Бізге артық етпейді, қазір кирка алатын боламыз, так что давайте. Кирка мында 2 тұрады, броня 3 тұрады. Мен балдарымнан 99 деген, пайда енді ол 99 дегенде минустар бар, 99 сразу барлығына блок беретін минустар бар, себебі сен мысалы тамақ алып қою мүмкін, mesela бәріне және не алып қою мүмкін. Мысалға
Не алып коюм мүмкүн. Кызы балдар бирге алып коюм мүмкүн. Балдар мына ботко да сондай, ботко да ана ойноо үчүн өзүнүн скиллин көрүш ана Puppet Book деген, Сладкий Шами деген бот болушу мүмкүн, сонда. Балдар мен кулагым кеп турган жок, так что давайте таштадык. Барып сурасыңарым келип тур, себеби соосум кеп турган жок бул катканын ичинде. Видеону тез аяктабы керек. Балдар еще мында Little Wolf бар экен. Ол каттым күчүнөйтүн бала эмес болсо да опасный бар. Ишектин богу бергиле. Билем балдар, просто ода мыксат болду. Кайда аны. Ben de просто негр, 4 негр ya. 4 негр деген сондай немес болгон болот. Мен Терексин видеосунан көрдүм. Өзүм да бираз киши көргөн болотмун ойнаганда. Давайте дагы осуну аламыз. Мынаны алайык беле. Осуну алайык. Аны катты керек эмес башка, я. Мен 9 жыйнагым кеп тур, өйткөнү дагы ботинка алгым кеп тур, өйткөнү ботина бир талай хп косот дейм. Анда зат бар, мен эстин обмен деген, не. Бу. Калгандарын актарса я, бунда катты бизге кереги да эмес. Мына жерде жооп жасайтын боламыз. Вот балдар, эми барча видеону узакка түзөтүн болот. Барымдыр фул алмаздыкпыз го, кайф го. Вот, не калайсың, чотам мен скиллин карап көрүнүп турма? Фул алмаздык же мы. Просто мыксат албаганмын. Блин, балдар. Мына балдар жеңилсин осы катканы салатын болам, себеби бул катка кызыктуу. Пронтоп еще. Вот, 3.0 версиясы каш. Көрүңүздөр ма? Блин, нормально комбо. Окей, пацаны, короче, лоббига чыгайыкпы? Кетти лоббига чыгайык. Короче, пацаны, менде вылет болуп кетти, және сол үчүн ренжимеңиздер, және мен сиздер менен болгон алсын, сиздерге осы роликтин лайк сиздер менен болгон алсын, ал пока-пока, чао.